қонақтар, жиынға жиналған жамағат, сәлем берсең сауап боласың дейік мұсылмандар. Алдарыңызға шыққаннан кейін барлықтарыңызға апа сөз ассалаумағалейкум. Бісміллә, сәлем бердік жаратқанға, күдіксіз құбылаға қаратқанға, ынтыққа қағатқанға, күн баққанға, бойымызға өмір толып қаратқанға. Бісміллә, сәлем бердік пайғамбарға, сәлемін пайғамбардың жайғандарға, байтаққа басын берген бабаларға, бүгін бабамыздың басына келіп ас беріп жатқандарға дейміз. Қадірменді ағай, құрметті қонақтар, енді кешегі Қаратаулай қазыналы, Алатаулай алып болған абыз ақсақалдарымыз осы елдің өркендеуіне үлес қосып жүрген арда туған ардақты ағаларымыз, жұбайдың төсегін жайнамаздай таза ұстайтын жаулықты аналарымыз, жалпақпен айтқанда осы бабаның ұрпақтары бүгінгі іс-шараға, бүгінгі ниетке барлықтарыңызға қош келдіңіздер. Қадірменді ағай, енді есік қағып емес, есік бағып келген, бабаның басына зиярат жасап берген зиялы қауым өкілдері, құрметті ағайын, құрметті жастар, бүгін сол кешегі алғашқы аңызы Таймалақ қазақтың қазынасы болған баба басына келіп ниет жасап жатқан барлықтарыңыздың келген қатындарыңызға Алла сансыз сауапты жазсын дейміз. Қадірменді ағайын, құрметті қонақтар, енді жақсы сөз, жан азығы деген осы қазақ елінде еңбегі сіңіп жүрген, көшті алға тартып жүрген қазақтың қабырғалы ағаларымызды, азаматтарды ортаға шығып, бір ауыз жақсы сөзді, жақсы тілекті алсақ па деп жатырмыз. Қадірменді ағайын, осы көшті бастап келетін қазақтың арда туған абыз ағасы Әлібек Өмірәлиев ағамызды арнайы алаңға шақырамыз. Және де қазақ өнеріне өлшеусіз үлес қосқан Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, құрмет орденінің иесі, қазақтың мақтанышы, маңдайалды өнерпазы Нұрлан Өнербаев аға өзіңізді құрметпен шақырамыз. Және де осы Өзбекстан Республикасының қазақ мәдениет орталығының басшысы Серік Үсенов аға өзіңізді құрметпен шақырамыз. Және де қалың қазаққа белгілі қызмет жасап жүрген Байшық Ерболат аға өзіңізді құрметпен алаңға шақырамыз. Осы арда туған ағаларымыздың бір ауыз жақсы сөзге, ниетке кезек береміз. Келе қойыңыздар, құрметті ағалар қауымы. Ардақты Баймақ Ерболат аға осы қазақ экономикасына үлес қосқан ардақты ағыздарымыз, ардақтыларымыз, келе қойыңыздар.